Сәлем достар, бүгін осы көйлектің лекаласы менен көйлекті көрсетемін. Лекаланың бір шетін қиып алып, осылай екінші жағына жабыстырамын. Реттік сан бойынша үлгісі бар, сол бойынша қарап қойып шықсаңыздар болады лекаласын. Осылай клейлеп аласыздар. Сосын өздеріңізге қажет өлшемді қиып аласыздар. Менің қолданып жатқаным 44, 46, 48 үш размер бар. Мен 46 размер қолдандым. 44 размер 46-ға келеді, 46 размер 48-ге келеді. Мен 46 размерді қиып алдым. Пока толығын қиып алып жатырмын. Өзіме керек лекаланы клеенкаға сызып алатын боламын. Алдағы уақытта көрсетемін. Әр өзінің несінде спинка деп жазылып тұр. Мынада ол арқа бөлігінің жарты бөлігі. Жеңі мынау алдыңғы бөлігінің жарты бөлігі. Әрқайсысынан екеуден екі данадан қиып аламыз. Көйлекке сызған кезде. Міне қиып алдым бәрін. Клеенкаға сызып алдым. Өзіме қажет өлшемді. Мінекей. Бәрін клеенка аптачкалерінде солай клеенкаға сызып алдым. Өзіме қажет 46 размерді алып. Сгиб деген бүктелген жері деген. Матаның бүктелген жеріне қоямыз. Сгиб деген жерді. Мынандай сызықтарында қойып сызып аламыз. Өзіме қажет мен алдым. Үш сызық, ол 3 размер. Осы неге қарап, өзіңіздің өлшеміңізді өлшеп, қай өлшем қажет, соны қиып алсаңыздар болады. Сантиметр менен ахват груди, ахват бедерді өлшеп аламыз. Міне осы схема бойынша рет-реті менен жайғастырамыз. Мен етегін алған жоқпын, тек үстіңгі жағын алдым. Мынау жеңі. Енді көйлекті осы штапел матадан қолдандым мен. Көк матадан осындай Versace деген құрақты құрап аламыз. Көйлектің алдыңғы жағына осындай 50-50 сантиметр аламыз. 50-50 қылып қиып аламыз. Астыңғы жағына просто мен сіздерге алдын ала тігіп қойғандықтан осындай қылып үлгісін көрсетіп жатырмын, қалай тігіліп жолын. Бірінші осындай ақ мата қолдандым. Екі түрлі матадан тігіп жатырмын. Мысалы, жасыл матадан тігетін болсаңыздар, реттік пенен жасыл матадан 4 жағына тігіп шығамыз. Осылай 4 жағына тігіп шығамыз. Тігіп болғаннан кейін ақ матаны осы жасылдың айналасына ақ мата қойып тігіп шықтым. Ал жаңағы құрақта мен өзіңізге қалаған ұнаған түсті қолдансаңыздар болады. Мысалға мен ақ түсті осындай айвари түс қолдандым. Одан кейін сол көйлектің матасының түсін қолдандым. Одан кейін шапан киетін болсаңыздар, сыртына көйлектің сол шапанның түсін қолданып тіксеңіздер болады. Мен мысалға қызыл шапаннан тігетін болғандықтан қызыл шапанның түсін алып, осылай әр құрақтың лентаның ені 2-5 сантиметрден алып қиып алдым. Мына матви деген мата. Осы матадан тігіп көрсетіп жатырмын. Өзіңіздің қалаған құрағыңызды құрап алсаңыздар болады. Просто мына сіздерге үлгі ретінде көрсетіп жатырмын, қалай құралу керектігін. Астындағы ақ матаны өзіңіздің қалаған осындай қатты матадан қолдансаңыздар болады. Егер шифон, жаңағы неден тігетін болсаңыздар, штапелден тігетін болсаңыздар, астына флизелин жабыстырып алсаңыздар болады. Сол кезде қатты ұстап тұрады тіккен кезде. Одан кейін жақсылап үтіктеп аламыз. Менің үтігім қатты болғандықтан осылай марлы қойып үтіктедім. Енді мұны матаның астыңғы жағы көрінбей тұру үшін паутинка қолдандым. Мен паутинка қиып алдым. Бұл екі жағы да клей, яғни осылай жабыстырған кезде астындағы сызықтары, тігістері көрінбей қалу үшін осылай жабыстырдым. Мына өзіміздің тігіп жатқан көйлектің матасын қолдандым.
марлы менен бассаңыздар болот. Ызгарлап сол кезде жақсы жабысады. Жақсылап үтіктеп аламыз екі жағында. Қыртыстарын кетіріп жақсылап үтіктеп аламыз. Менің үтігім қатты қызып кететін болғандықтан осындай көйлек қолданып жандарын қиып аламыз. Енді лекаламыз осылай көйлек матаның үстіне қойып пішетін боламыз. Ол үшін жақсылап матаны алдын ала үтіктеп дайындап аламыз. 1-2 сантиметр кромкадан қалдыра отырып, осылай лекаламызды тура сызықты сақтай отырып, бәрін осылай тікесіне қойып шығамыз. Қалай болса солай қоюға болмайды, себебі тіккен кезде қиындық алып келуі мүмкін. Бірінші лекаланың бойымен сызып аламыз, одан кейін 1,5 сантиметр, 1 сантиметр қалдыра отырып, жанынан айналасына сызып шығамыз. Екіншісінен де дәл солай лекала бойымен сызып алып, одан кейін 1,5 сантиметр жанынан қалдыра отырып, сызып барлық жағынан солай сызып аламыз. Маған лекала қажет болғандықтан осындай клеенкадан қолдандым. Өзіме қажет лекаланы клеенкаде қиып алдым. Сіздерге көрініп тұру үшін алдыңға лекаламды да үстіне қойып көрсетіп жатырмын. 1,5 сантиметр тігіске қалдыра отырып сызып аламыз. Бұдан 2 болады, 2 штук болады, жеңнен 2 штук болады. Бұдан да солай айналасын сызып аламыз. Маған ұзын жең қажет болғандықтан мен алдын ала модельдеріне жасап, ортасынан қиып, 3 бөлікке бөліп, кішкене ортасын сәл ашыңқырап, бірден осы жерден сызып алдым. Сіздер осыны инеменен түйреп алсаңыздар болады, жылжып кетпеу үшін. Осылай лекала бойымен сызып аламыз, одан кейін 1,5 сантиметр қалдырып сызып аламыз. Апташканы да солай. Апташкадан біреу мойынға, артқы бойынан 2 штук қиып аламыз. 2 штук, мінекей. Енді алдыңғы бойымызды осы құрақты қолданамыз. Ол үшін ине түйреп аламыз, қозғалып кетпеу үшін. Одан кейін дайын лекаламызды алдыңғы бойын бірінші лекала бойыменен сызып аламыз. Тігіске тағы 1,5 сантиметр қалдырып айналдыра сызып аламыз. Дайын лекаламызды қиып аламыз. Қалған кусоктарын жеңге қолдануымызға керек болады. Оны тастамаймыз. Тағы бір үтіктеп жіберсеңіздер болады қиып алғаннан кейін. Осымен дайын біздің алдыңғы бойымыз. Енді тігуге